Оқиға аса қауіпті флешбекпен басталады. Сол арқылы бүгін бүкіл әлемге атышулы гангстер ретінде танитын Хамзаның шын есімі Жаскират Синг Ранхав екені белгілі болады. Жақындары оны Жасси деп атаған. Ол Пенджабтағы шағын ауылда дүниеге келген. Әкесі де атасы да кезінде әскер қатарында қызмет еткендіктен Жассидің бойына бала күннен отансүйгіштік сіңген еді. Оның ең үлкен арманы Үндістан армиясына қосылу болатын. Қажырлы еңбегі мен табандылығының арқасында әскери қызметке қабылданып, оқу жаттығуға кетеді. Алайда ол жоқта ауылда қорқынышты қайғылы оқиға орын алады. Әкесі жер дауына байланысты ықпалды әрі жемқор депутат Сухвиндер Сингпен жанжалдасып қалады. Болмашы жер телімі үшін басталған дау қайғылы аяқталады. Өз беделіне нұқсан келеді деп қорыққан Сухвиндер туыстарымен бірге Жассидің әкесінің егістіктің ортасында дарғасып, аса қатыгездікпен өлтіреді. Бірақ олардың жауыздығы мұнымен тоқтамайды. Жассидің екі қарындасын ұстап алып, адам айтқысыз қорлық көрсетеді. Харлин сол жерде ауыр азаптан көз жұмады. Ал Жаслинді тірідей алып кетіп, егістік маңындағы қараңғы су қоймасына қамап қояды. Ол жерде күн сайын зорлық-зомбылыққа ұшырайды. Жасси әскери дайындығын аяқтап ауылына оралғанда бүкіл осы қасірет туралы біледі. Анасының полицияға қайта-қайта шағымдағанымен Сухвиндердің ықпалының кесірінен іс тіпті тіркелмеген естиді. Әділдік таппаған соң ол ескі досы Гурбас Пандаға барады. Пенданың әкесі Пенджабтағы ірі есірткі желісін басқаратын. Олар тауарды Уттар-Прадештегі атақты қылмыс көсемі Атиф Ахмадтан алатын. Bir күні Пенда тапсырыс беру үшін Аллахабадқа барады. Жанында Жасси де болады. Сол жерде Пенда есірткімен бірге АК-47 автоматтарын арналған оқ-жадарлар мен көптеген қару-жараққа тапсырыс береді. Бұл тапсырыс Атиф Ахмадқа күмәнді көрінгенімен Пенда қарулар әкесінің арнайы өтініші бойынша алынатын айтып сендіреді. Сөйтіп қару толы сөмкен алып шығады да түгелдей Жассиге береді. Іздегеннің бәріне қол жеткізген Жасси бір сәтте жоғалтпай Сухвиндердің сарайына басып кіреді. Сол жерде әкесін өлтіруге қатысқан 12 адамның бәрін аяусыз сатып тастайды. Соңында Сухвиндердің өзін қолға түсіріп, қарындасының қайда екенін сұрайды. Өлімнен қорыққан Сухвиндер Жаслиннің егістік жанындағы су қоймасында жастырылғанын айтып береді. Мұны ести сала Жасси оны да атып өлтіріп, бірден сол жерге жетіп қарындасын құтқарады. Алайда заң бәрібір өз күшінде еді. Қарындасының кегін қайтарғанымен бір мезетте 12 адамды өлтірген үшін Жасси тұтқындалып сот алдында жауап береді. Адвокаты барынша күрескенімен дәлелдер айқын болғандықтан оған өлім жазасы кесіледі. Дарға асылардан бірнеше күн бұрын сотқа жеткізіп бара жатқанда Жасси Пендадан анасы мен қарындасына қамқор болуға уәде алады. Өлім жазасы жақындаған сайын күзет күшейтіледі. Бір күні түрмеден сотқа алып бара жатқан колоннаға белгісіз бетпердегі адамдар шабуыл жасайды. Аласапыран кезінде олар Жассиді алып қашып кетеді. Кейін бұл әрекеттің артында қылмыстық топ емес, Үндістан барлауының жоғары лауазымды офицері Алджай Санял тұрған анықталады. Сол жерде Жасси әйгілі стратег Шашанк Бансалмен және Аджай Санялмен кездеседі. Олар Жассиге дардан құтқарудың орнына өмірінің қалған бөлігін мемлекетке қызмет етуге арнауды ұсынады. Әуелде Жасси жүйеден түңілгендіктен бас тартады. Бірақ Санял оған бұл тек өз өмірін сақтап қалу емес, ол жауларын жоюға берілген екінші мүмкіндік екенін түсіндіреді. Сонымен бірге ол қызмет еткен уақыттың бәрінде үкімет анасы мен қарындасына толық қамқорлық жасайтын жеткізеді. Осы сөздер Жассидің ішіндегі сарбаз рухын қайта оятады. Ол қауіпті миссияға келісім береді. Осылайша Жасси жаңа өмірге қадам басып, Хамза деген жаңа есім алады. Ол өте ауыр арнайы дайындықтан өтеді. Мақсат жау мемлекетке еніп, оны ішінен әлсірету. Жасси полиция күзетінен жоғалып кеткендіктен Үндістан үкіметтегі оның анасы мен қарындасының есепшотына ай сайын зейнетақы ретінде ақша аударып отырады. Бұл төлемдер келесі 36 жыл бойы жалғасуы тиіс еді. Ал анасы мен қарындасы болса оны полициямен атыс кезінде қаза тапты деп ойлайды. Осылайша Жасси өз отбасы үшін өлген адамға айналып, енді Хамза деген атпен жаңа әрі қауіпті өмір бастайды. Миссия басталған соң Аджай Санял Хамзаға Дубай арқылы Карачиге жеткенде Алам есімді жасырын агентпен байланыс орнататын айтады. Ол ешқашан өзін әшкерелемейді, бірақ көлеңкеде қалып, үнемі көмек көрсетіп отырады. Хамза Дубайдан тікелей Карачиге жіберіледі. Бұл оқиғаның бірінші бөлімінің соңында көрсетілген сәт болатын. Бұған дейін ол Карачидегі ең ықпалды қылмыс көсемі Рахман Дакейтті өлтірген еді. Рахманның өлімінен кейін Лияри ауданы түгел өзгеріп кетеді. Бір күні Хамза оңаша бөлмеде отырып өткен өмірін еске алады. Бұған дейін көрсетілген оқиғалардың бәрі оның естеліктері болып шығады. Ең қызығы, Рахманды шын мәнінде Хамза өлтіргенімен жұртшылық пен полиция оны арнайы бөлім қызметкері Асламның ісі деп есептейді. Сондықтан Хамза Асламды өз жолынан алып тастауды көздейді. Рахман өлген соң Лияриде көптеген ұсақ топтар күшейе бастайды. Солардың ішінен ең қауіптісі Аршат Паппу болады. Бүкіл ауданның билігі соның қолына өтетіндей көрінеді. Осы кезде Хамза уазирге келіп, Аршаттың сенімді адамдарының
жоспарларының бірін алып келеді. Дәл осы жерде тағы бір күтпеген шындық ашылады. Резван есімді адам да Үндістанның жасырын агенті болып шығады. Ол қарсы топтың арасына әдейі еніп, солардың қатарында жұмыс істеп жүрген еді. Резван Хамзаның тапсырмасымен Уазаирге Аршат Паппудың да Рахманның өліміне қатысы бар деген жалған ақпарат таратады. Бұған сенген Уазаир кек алуға бел буады. Ал оның артында Хамзадай стратег тұрғандықтан күші бұрынғыдан да арта түседі. Көп ұзамай Хамза мен Уазаир бүкіл Лияриге үрей сеуіп, Аршат Паппумен арада қанды қақтығыс басталады. Күн сайынғы шабуылдардан кейін Аршат тығылып алып, сыртқа шығуға қорқады. Осыны пайдаланған Хамза бүкіл Лияриде жарылыстар ұйымдастырып, көшелерде өртке орауды жоспарлайды. Мақсаты Аршатты тығылған жерінен шығару. Жоспар іске асады. Қаланы жарылыстар жайлап, тұрғындар арасында дүрбелең басталады. Бұған шыдамаған Аршат сенімді адамы Жамалиге хабарласады. Жамали оны бұрынғы сүт зауытына жасырын жеткізуге келіседі. Алайда бұл Хамзаның алдын ала құрған тұзақ еді. Зауыт ішінде Хамза мен Уазаир өз адамдарымен күтіп отырған болатын. Аршат келген бойда қолға түседі. Уазаир оны аяусыз соққа жығып, кейін көліктің капотына байлап, бүкіл Лияри көшелерімен сүйреп жүреді. Осылайша тұрғындарға өзінің күшін көрсетеді. Көлікті Хамзаның өзі жүргізіп отырған еді. Кейін Уазаир қатыгездіктің шегіне жетіп, Аршаттың басын кесіп алып, оны футбол добы секілді көшеде теуіп жүреді. Бұл сұмдық көрініс бүкіл Лияриді есеңгіретіп тастайды. Ал Хамза сол сәтте шетте тұрып, болған оқиғаның бәрін ұялы телефонына үнсіз түсіріп алады. Келесі көріністе ол сол бейнежазбаны Жамали Икбал мен арнайы бөлім қызметкері Аслам бірге қарап отырғаны көрсетіледі. Бейнені көрген Аслам Уазаирдің келесінің астанасы дәл өзі екенін бірден түсінеді. Осыдан кейін Аслам қарсы жоспар құрады. Ол Уазаирді полиция арқылы тұтқындап, кейін түрмеде өлтіріп, болған жағдайда жазатайым оқиға ретінде көрсетуді көздейді. Бірақ енді Хамзаның сенімді адамына айналған Жамали бұл әңгімені естіп қалып, жоспардың бәрін дереу Хамзаға жеткізеді. Хамза Уазаирге барып, Асламның түрмеде көзін жоюды жоспарлап отырғанын айтып, жағдай тынышталғанша Дубайға кетуге кеңес береді. Алайда оның ішкі мақсаты мүлде басқа болатын. Хамза да Уазаирдің Лияриден кеткенін қалайтын. Өйткені ол кетсе, бүкіл қылмыстық әлемге жалғыз өзі билік жүргізе алатын еді. Қалған ұсақ топтардың бәрін ол әлдеқашан жойып қойған болатын. Уазаир бастапқыда үзілді-кесілді қарсы шығып, ағасының кегін алмайынша Асламды өлтіретін мәлімдейді. Хамза оны сабырға шақырып, уақыты келгенде өзі мүмкіндік жасайтынын айтып көндіреді. Ақыры Уазаир Дубайға аттанады. Дәл осыны күткен Хамза бірден Рахман Дакейттің орнын иеленіп, Лияридегі бүкіл билікті өз қолына алады. Бірақ оның айласы мұнымен де бітпейді. Уазаир Дубай әуежайына қонған сәтте Хамза оның барлық құпия мәліметтерін Дубай полициясына жеткізеді. Соның нәтижесінде Уазаир әуежайдың өзінде ұсталып, Хамза Лияридегі қылмыстық әлемнің жаңа патшасына айналады. Ол Икбал мен Ширани сияқты ықпалды адамдармен де байланысын күшейтіп, өз ықпалын толық орнатады. Ал екінші жағынан Аслам қызметтік өкілетін пайдаланып, өте лас әрекетке барады. Ол 4 жазықсыз студентті террорист деп жариялап, жалған арнайы операция ұйымдастырып өлтіреді. Осы үшін тіпті мемлекеттен марапатталады. Бірақ бұл әрекет күтпеген салдарға келеді. Қаза тапқан 4 жігіттің бірі Лияридегі беделді көсем Ширанидің ұлы болып шығады. Мұны естіген Хамза саяси тұрғыдан өте тиімді қадам жасайды. Ол қайнатасы Жамалиге саяси партиясын ауыстырып, Зардари партиясына шығып, Наваз Шарифтің партиясына қосылуға кеңес береді. Себебі Асламның әлгі жалған операцияда дәл Зардари билігінің тапсырмасымен жасағанын білген еді. Хамза бұл оқиғадан кейін Белуч халқының билікке қарсы көтерілетін алдын ала болжайды. Сонымен қатар өзі де жасырын түрде Наваз Шарифпен байланыс орнатып, саяси тірегін нығайтады. Көп ұзамай сайлау өтіп, Зардари партиясы ауыр жеңіліске ұшырайды. Осылайша саясатты қылмыстық әлемде Хамзаның ықпалы күшейе түседі. Оның Ширанимен және Белуч қарулы топтарымен байланысы бұрынғыдан да берік болады. Лияриде енді тек Хамзаның аты қорқыныш тудыратын, халық оны біртіндеп Рахман Дакейттің мұрагері Белуч Арыстан деп атай бастайды. Оқиға 2014 жылға ауысады. Дәл сол кезде Үндістанда үлкен саяси өзгеріс болып, Нарендра Моди премьер-министр қызметіне келеді. Осыдан кейін екі ел арасындағы жағдай түбегейлі өзгереді. Шекара мен қауіпсіздік бұрынғыдан әлдеқайда күшейіп, Үндістан аумағында ірі лаңкестік әрекет ұйымдастыру барған сайын қиындай түседі. Осы кезде Икбалдың әкесі көрсетіледі. Ол 1971 жылы соғысқа қатысқан адам болатын. Жаңа биліктің қауіпсіздік шараларын көріп, енді Үндістанға ену бұрынғыдан оңай емес екенін түсінеді. Көп ұзамай оқиға тағы бір күтпеген бұрылыс жасайды. Құпия баспаналардың бірінде ауыр халде жатқан адам көрсетіледі. Ол Үндістанның ең іздеудегі қылмыс көсемі Дауд Ибрагим еді. Оны алғаш көрген Хамза қатты таңырқайды. Сол жерде Дауд пен Икбалдың Үндістанды ішінен әлсірету жоспарын біледі. Олар Пенджаб арқылы көп мөлшерде есірткі өткізіп, одан түскен қаржыға қару сатып алып, кейін сол қаруларды үнді азаматтарына қарсы пайдаланатын. Көп ұзамай Икбал Хамзаға Пенджабтан ірі есірткі келісімі үшін арнайы адамдар келетінін, олардың қауіпсіздігі енді оның жауапкершілігінде екенін хабарлайды. Хамза әуежайға келгенде күтпеген жағдайға тап болады. Келген 3 адамның бірі оның бала күнгі ең жақын досы Гурбас Пинда еді. Хамза қатты есеңгіреп қалады. Ол досының Дауд Ибрагимнің есірткі желісіне қосылғанын ешқашан елестетпеген болатын. Хамза
Хамза Пинданы бірден танығанымен, Пинда оны сырт келбетін қатты өзгергенінен тани алмайды. Ұзын шашы, сақалы және мүлде өзгерген бейнесі бұрынғы Жасиға ұқсамайтын. Оларды арнайы орынға апарғанда келісім жасалып, есірткінің үлкен партиясы қабылданады. Біраздан кейін Икбал басқа шаруамен кетіп, келген қонақтарды толықтай Хамзаның қарауына қалдырады. Сол түні Хамза өз үйінде олардың құрметіне сәнді кеш ұйымдастырады. Кеш барысында масайған Пинда дәретханаға барады. Сол жерде ол Хамзаға ұзақ қарап тұрып, оның шын кім екенін түсінеді. Белгілі болғандай, Пинда оны әуежайда таныған екен, бірақ ештеңе білдірмеген. Мас күйінде ол Үндістанды өз елі санамайтынын, тәуелсіз Пенджабты қалайтынын айтады. Сонымен қатар, Жасидің өлмегенін әлдеқашан сезгенін жеткізеді. Анасының есепшотында ай сайын ақша түсе бастаған күннен-ақ күмәндаған екен. Пинда енді оның үнді барлау агенті екенін Дауд пен Икбалға айтып берем деп қорқытады. Хамза қанша тоқтатуға тырысқанымен Пинда оған шабуыл жасайды. Екеуінің арасында төбелес басталады. Хамза досын өлтіргісі келмейді, бірақ миссиядан да өз өмірінде де сақтап қалудың басқа жолы қалмайды. Амалсыздан ол ең жақын досы Гурбас Пинданы өз қолмен өлтіреді. Осыдан кейін Хамза қатты күйзеліске түседі. Оның әшкереленіп, миссияның аяқталуынан қорқатыны анық байқалады. Дәл сол сәтте құпия агент Алым келіп жетеді. Ол Хамзаны сабырға шақырып, өзінің міндеті аяқталғанын, ал Хамзаның миссиясы әлі жалғасу керектігін айтады. Алым Пинданың өлімін өз мойнына алып, Хамзаға тез арада кетуді бұйырады. Біраз уақыттан кейін мәйіт табылып, бүкіл топ дүрлігіп кетеді. Аслан мен Икбалдың адамдары келіп, Аламды қоршап ұстайды. Алым өзін үнді тыңшысы екенін мойындап, кісі өлтіруді өзі жасағанын мәлімдейді. Осы кезде Хамза еш ойланбастан келіп, Алымды атып өлтіреді. Ол мұны бекер істемейді. Егер Алым тірі қалса, ауыр азаппен тергеліп, бәрібір өлімге душар болатынын жақсы түсінген еді. Сондықтан ол ұстазын сол азаптан құтқаруды жөн көреді. Алайда дәл осы әрекеті Аслан мен Омардың күдігін күшейтеді. Екеуі енді Хамзаның әрбір қадамын бақылауға шешім қабылдайды. Олардың әңгімесін Хамзаның пәкістандық жары Элина жасырын тыңдап қояды. Бұл уақытта Хамзаның отбасы бар еді. Элина күмәнданып, күйеуінің бөлмесін тінтіп шығады. Ақыры оның құпия күнделігін тауып алады. Күнделікті Хамза көзін жою тиіс адамдардың толық тізімін жазып қойған болатын. Осыны көрген Элина күйеуінің шын мәнінде Үндістанның жасырын агенті екенін түсінеді. Ал Хамза сол күні жан дүниесі әбден күйзелген күйде үйіне оралады. Бір күннің ішінде ол өз қолымен ең жақын досынан да, ұстаздан да айырылған еді. Үйге келгенде Элина оның өтірігімен сатқындығын біліп қойған болатын. Ол Хамзаның өзіне де, өз еліне де опасыздық жасаған түсініп, бәрін билікке хабарламақ болады. Хамза бар болғаны өзінің ешқашан Пәкістан халқына жау болмағанын, тек жазықсыз адамдардың қанын төккен қылмыскерлермен ғана күресіп жүргенін түсіндіруге тырысады. Ол Мумбайдағы жарылыстарда қаза тапқан бейкүнә адамдардың да отбасы мен жақындары болғанын еске салады. Хамза Элинаға жазықсыз адамдардың тағдыры туралы ойлануды ұсынады. Ол Аслам секілді полиция қызметкерлері өз елінің кінәсіз студенттерін жалған айыппен өлтіріп жүргенін айтып, мұндай адамдардың Үндістаннан да бұрын өз елінің қауіпсіздігіне қауіп төндіретінін түсіндіреді. Осы сөздер Элинаның жүрегіне жетіп, ол Хамзаның осы уақытқа дейін жаман іс жасамағанын түсінеді. Ақыры оны кешіріп, Асламның күдіктене бастағанын ескертеді. Сонымен қатар қандай жағдай болса да, балаларының амандығы бәрінен маңызды екенін айтады. Ал бұл кезде Икбал әкесінің үнемі қорлаған сөздеріне шыдамай, ашуға булығып өз әкесін өлтіріп қояды. Хамза енді өзінің әшкереленуі кез келген сәтте болуы мүмкін екенін түсінеді. Сондықтан ең алдымен Асламды жолынан алып тастауды шешеді. Дәл осы кезде Аслам да Озайерді түрмеге апара жатқан жолда жалған арнайы операция ұйымдастырып өлтіруді жоспарлап жүрген болатын. Хамза Билуч көсемі Шираниге барып, оның ұлын және тағы 3 жазықсыз жігітті дәл Аслам өлтіргенін айтып, кек алуға итермелейді. Мұны естіген Ширани кек қайтаруға бел буады. Хамзаның полиция ішінде де өз адамдары болғандықтан, Аслам жүретін бағыт туралы нақты мәлімет қолына тиісімен оны Шираниге жеткізеді. Көп ұзамай Билуч жасағы Асламның керуеніне тұзақ құрады. Бір жанкешті жарылғыш затқа толы көлікпен келіп, Аслам отырған көлікке соғылады. Алапат жарылыс болып, Аслам сол жерде қаза табады. Осыдан кейін оқиғада шынайы өмірдегі оқиғаларға ұқсас тағы бір маңызды бұрылыс болады. Хамза Аджай Саньялға Дауд Ибрагимнің Үндістанға 60 миллион рупий көлемінде жалған ақша енгізіп, ел экономикасын әлсірету жоспарлап отырған хабарлайды. Бұл мәлімет бірден Үндістан басшылығына жеткізіліп, көп ұзамай елде тарихи шешім қабылданады. Ірі номиналдағы банкноттар айналымнан алынып, жалған ақшаның бәрі түкке жарамсыз болып қалады. Соның салдарынан Дауыттың жоспары күйрейді. Уттар Прадеште отырған Атик Ахмадтың да есірткі бизнесі үлкен шығынға ұшырайды. Дауыттың сенімді серігі Жавед Хананиде ауыр соққылады. Осыдан кейін Аджай Саньял Хамзаға террористерді жоюға толық рұқсат береді. Артынша Пәкістанда көптеген іздеудегі лаңкестерге қарсы жасырын операциялар басталады. Хамза алдымен Жавед Хананиді және кезінде ұшақты басып алу операциясын ұйымдастырған Мастриді жояды. Уақыт
Уақыт өте келе Уридегі шабуылдан кейін Үндістан Пакистан аумағында арнайы әскери операция жүргізіп, бірнеше лаңкестік топтың көзін жояды. Сол кезеңде Үндістандағы қылмыс көсемі Атих Ахмад та өлтіріліп, оның қылмыстық жүйесі толық үйрейді. Оқиғаға жаңа кейіпкер үнді агенті Сажия қосылады. Ол дәрігер болып жұмыс істей отырып, ауруханада бір террористті байқатпай улап өлтіреді. Кейін Хамзаға өте қауіпті у береді. Бұл у адамның денесіне азған тисе, бірнеше күннен кейін өлімге әкелетін және сараптама кезінде қарапайым тағамнан уланы болып көрінетін. Хамза бұл уды Дауд Ибрагимге жеткізуге талай әрекеттенді. Бірақ оның күзеті тым күшті болғандықтан мақсатына жете алмайды. Ал Дауд Үндістанның барған сайын батыл әрекет етіп жатқанын түсініп, Иқбалға Үндістан ішінде жаңа ірі шабуыл ұйымдастыруды бұйырады. Ол үшін көп мөлшерде қару қажет болғандықтан, Иқбал тағы да Хамзаға жүгінеді. Құпия қоймада қару мәмілесі ұйымдастырылады. Дәл осы кезде пәкістандық офицер Умар Хамзаның шын тұлғасына толықтай күмәнданады. Ол Хамзаның әйелі Элинаны тауып, баласын қарумен қорқытып, шындықты айтқызады. Баласының өмірі сақтау үшін Элина Хамзаның Үндістан агенті екенін мойындайды. Умар бұл ақпаратты бірден Иқбалға жеткізеді. Сол уақытта Хамза серігі Резванмен бірге қару тиелген жүк көліктерімен қоймаға келеді. Бірақ Резван ақшаны алып, өз пайдасын ойлап кетіп қалады. Иқбал Хамзаның кім екенін білген соң, адамдармен оны қоршап аяусыз ұрып соға бастайды. Бірақ ол қарсысында кім тұрғанын білмейтін еді. Хамза бұл жағдайға алдын ала дайындалған болатын. Ол Белуч жасағын өз жағына шығарып қойған еді. Ең бастысы, Иқбалға жеткізілген қарулардың ішіне алдын ала уақытпен жарылатын жарылғыш құрылғылар орнатылған болатын. Белгіленген уақыт жеткенде қойма түгелдей жарылып, алапат өртке оранады. Сол сәтті пайдаланған Хамза сыртқа шығып кетеді. Осыдан кейін Хамза мен Иқбалдың арасында соңғы шешуші шайқас басталады. Сыртта күтіп тұрған Белуч жасағы Иқбалдың адамдарын жаппай шабуылдап, атыс пен жарылыстар бүкіл аумақты қамтиды. Иқбал қашуға тырысқанымен Хамза оны қуып жетіп, ақыры өлтіреді. Осылайша оның қылмыстық жолы аяқталады. Шайқастан кейін Хамза соңғы рет Элинаға хабарласып, өзін және баласын қатты жақсы көретін жеткізеді. Элина оның енді аман қалмайтын ойлап, көз жасына ерік береді. Дәл сол сәтте Умар әскермен келіп, Хамзаны тұтқындайды. Оны Пәкістан барлауының аса қауіпті офицері Хасанға алып келеді. Мақсат Үндістанның құпия мәліметтерін мойындату. Алайда дәл сол кезде Хасанға Аджай Саниял хабарласады. Ол Хасанды бұрын Израильге құпия ақпарат сатып жібергенін дәлелдейтін бейнематериалдарды жариялаймын деп қорқытады. Бұл дәлелден кейін Хасан Хамзаны аман-есен Үндістанға қайтаруға мәжбүр болады. Бірақ барлық болған оқиға үшін біреуді кінәлі ету қажет еді. Сонда барлық айып Уазаирдің мойнына артылады. Ақырында ол түрмеде дарға асылып өлтіріледі. Осылайша кезінде Асланның Уазаирге қатысты жоспары басқа жолмен болса да орындалады. Кейін Хамзаның арнайы күзетпен Үндістанға жеткізу үшін көлікке отырғызады. Көлік ішінде оны Жамали күтіп отырған болатын. Осы жерде фильмнің ең үлкен құпиясы ашылады. Жамали шын мәнінде пәкістандық емес. Соңғы 45 жыл бойы Пәкістанда жасырын өмір сүріп келген Үндістанның аса құпия агенті болып шығады. Ол Хамзаға Дауд Ибрагимге арналмаған уды әлде қашан өзі жеткізіп қойғанын айтады. Енді Дауд баяу әр азаппен өлімге бет алған жеткізеді. Хамза тек әйелі Элина мен баласының тағдырына алаңдайды. Бірақ Жамали оларды мәңгі ұмытуға тура келетінін, себебі оның өмірі енді бұрынғыдай болмайтынын түсіндіреді. Сонымен қатар негізі ойынның әлі енді басталған айтады. Оқиғаның соңында Хамза қайтадан жас кейпіне еніп, аман-есен Үндістанға оралады. Ол туған Пенджаб ауылына барып, алыстан ғана анасы, қарындасы және туыстардың бақытты өмір сүріп жатқанын көреді. Олар Жасиді баяғыда қаза тапты деп есептейді. Отбасының амандығын көрген Жасидің жүзіне тыныштық ұялайды. Ол енді олардың алдына ешқашан шықпауға бел буады. Себебі ол бұрынғы қарапайым адам емес, Үндістанның ең құпия әрі қауіпті агенттердің біріне айналған еді. Ал оны алда жаңа миссия күтіп тұрған болатын. Фильмнің финалында Жасидің ауыр дайындығы, шебер стратегиялары, қатыгез операциялары және жаңа бейнесі көрсетіледі. Осы әсерлі көріністермен фильм аяқталады.